Самогон жақтыңыз ба? Иә. Енді? Ой, сәлем, қалайсыңдар? Сәлем. Сәлеметсіз бе, қалайсыздар? Бәрі сіздің қыздарыңыз ба? Қанша бала болып тұр бұл жерде? Жетеу, иә? Рамазан айы, из-за этого балдары шағаларды барлығын киіндірейін дегенбіз. Өзіңіз жұмыс жасайсыз ба? Үйдесіз, иә? Жолдасыңыз бар ма? Қайтыс болды. Жолдасыңыз қайтыс болған ба? 5 ай болды. Күйіңіз неден қайтыс болды сонда? Жұмысында болды жағдай. Канализация, су, газ несін жүргізеді, турбаларын жүргізеді. Иә. Сол канализацияның турбасын қазып жүрген кезде болған ғой. Топырақтың астында қалып қойған. Топырақтың астында. Болсын. Сен бізге дарасың, әлемде шын бақыт бар десе, сен өзің ғана. Қайсы балаға бір балаға енді осы жерден бір куртка не қылайық, таңдайық. Вау, мынаны қарашы, мынау ұнай ма? Мынаны ұнатып тұр. Размер келе ме екен? Мынау кішкене, үлкендеу. Іштен басқа размерін не қылып жіберіңіздер шыны. Мынаны өзіңіз кигізіп, размерін өзіңіз дұрыстап қарап беріп жібересіз ба? Двусторонный. Мә. Самогон жақтыңыз ба? Иә. Енді? Мына жерде қандай бір ерекше бір нәрсе көріп тұрсыз ба? Кілті бар, кілт. Қандай кілт деп ойлайсыз? Не кілт деп ойлайсыз? Үйдің кілті деп ойлаймын. Сіздерге Харекет қорының атынан баспана. Баспана құтты болсын. Харекет қорының атынан баспана сізге. Қазақтың отты болсын ай, денсаулығы бәрінің құтты болсын ай. Армандаған үйінің кілтін алдыңар, алағайын бәріне құтты болсын ай. Харекет қорының атынан 1326-шы баспана. Барша Қазақстан халқына рахметімді айтамын. Алла разы болсын. Тек Алланың нұры жаусын барлығына. Харекет қорына көп рахмет. Үстіп, жеті баланы далада қалдырмай, қамқорлығына алып, баспана беріп жатқандарына көп рахмет.